Сен сәби шағыңда еш нәрсені білмейтін кезіңде бауырына салып көтеріп жүргеніндей, енді сенде оны сырғаттанғанында кәрілігінде көтеріп жүрсеңші. Оған қолыңнан келгенше бар жақсылықты жаса. Сенен басқалар дүниеден озған әкелерін бір рет көрер ме екенмін деген арманмен өмір сүреді. Бір кісі менен кімді жақсы көресің деп сұрады. Мен оларға былай деп жауап бердім: менің дүниеге келуімді 9 ай күткен, туылғанымда әлемге сыймай мені үлкен қуанышпен күтіп алған, қартайып сырғаттанып қалғанға дейін тәрбие берген адамды жақсы көремін. Ол сондай адам, оған деген махаббатым жүрегімде мәңгі қалады. Барша адамдардан кешірім тілеп осыны айтқым келеді: ешкім менің әкеме ұқсамайды. Аллахым, әкелері дүние салғандардың әкесін кешіріп, рахымыңа ал, жайларын жәннат ете көр. Аллахым, әкелері тірілердің өмірлерін ұзақ қыл, қиыншылығын жеңілдет, және де ойламаған жерден ризықтандыр, және өз рахымыңа бөле. Аумин. Иә, біз әкесіз ешкім емеспіз. Олар болмағанда біз де болмаушы едік. Сондықтан қадірін білейік. Қол сияқты олардың қызметіне дайын тұрайық. Бір күн келіп, исін иіскеуге, басқан ізін көруге сар боламыз. Осыны ұмытпасақ болғаны.